Осы Рамазан Амангелдіұлы, ол кісінің әкесі Амангелді Иманов, үлкен еліміздің ұлан жылдары өткен қайран еліміздің осындай үйге жеткеніне өз қосып айтып кеттім. Әрине біз сақтап отырамыз, өйткені біздің алдымыздағы адамдар бүгінгі біз үлкен буын, орта буын, жас буын болып осы дәріпте насихаттап отырмыз. Алдыңғы жылдары 2016 жылдары біз жаңағы ұлттық азаттық движениемізде бойынша айтқанда соған байланысты және де Рамазан атамыз дейміз, осы кісінің бір суретімен және Шарик Амангелдіұлының да суреттері бізде сақталып қалған. Солардың бәрін шығарып, арасында үлкен көрме жасап отырамыз. Әрқашан насихаттап, әр жыл насихаттаймыз. Өйткені кейде бір жаңағы үлкен мерейтойлар болып жатқанда әрине біз арнайы үлкен көрме жасасақ, басқа жаңағы жылдары сабақ өткізіп жатамыз, дәріс өткізіп жатамыз, өздеріңіз білесіздер. Сондықтан сіздер де егер де осы аталарымыздың қалған заттар тағы да жиналып қалып жатса, сондай жағдай болып жатса, музейлерге тапсырсаңыздар абзал болар. Өйткені тек музейлерде ғасырдан мыңдаған жылдар өзі жойып кетпегенше зат сақталып тұрады да, әрине біз оны сайын жарып. Сондықтан туған туысқандарынан Абдуллан ағамызға мен жаңағы таныстым, бұл кісімен туған туыстары, апалары, қарындастары өкілдері жаңа сіздерге осы бүгінгі ас беріп отырған асайымызда ортақпыз, қабыл болсын, аталарымыздың жатқан жерлеріне толыққа жарық болсын деп тілейміз. Осы ата буыннан тараған сіздерді еліміздің бүгінгі күні бетке ұстатын тұлғалары бар деп есептеймін. Ұрпақтарымыз өтпей берсін, өсе берсін, өздеріңізге амандық, үйлеріңізге жақсылық, шаңырақтарыңыз биік, балаларыңыздың өмірлеріңіз әдемі сәтті болсын деймін.